Нәрсенің екі көрінісі бойынша оның үшінші негізгі көрінісін салу. Толықтыру әдісі. Бұл әдісті қолданғанда берілген нәрсенің пішінін түсіну үшін оны бұрыннан белгілі қарапайым денеге дейін толықтырады. Берілген қарапайым геометриялық денені жазықтықтармен немесе басқа беттермен қия отырып, бірнеше бөлікке ажыратамыз. Осы бөліктердің біреуі бізге берілген нәрсе болып шығуы керек. Алдыңғы және сол жақ көріністері кескінделген дененің үстіңгі көрінісін салу керек. Берілген сызбаны оқып, заттың геометриялық пішінін түсіну үшін толықтыру әдісін қолданайық. Бұл мысалдағы денені параллелепипедке дейін толықтыруға болады. Параллелепипедті алдымен екіге А мен Б бөліктеріне бөлейік. А бөлігі табаны тік бұрышты трапеция болатын призма, ал Б бөлігі үш бұрышты призма. Б бөлігін алып тастайық. Сонда қалған А бөлігінен оған ұқсас кішілеу призманы ойып тастасақ, берілген геометриялық дене шығады. Үстінен қарағанда, біз оның үш жағын, 1, 2 және 3 жағын көреміз. Бұл жақтардың екеуі горизонталь проекция жазықтығына параллель орналасқан тік төртбұрыштар, 1 және 2. Олардың фронталь және профиль проекциялары кесінділерге кескінделген. Үстінен қарағанда, бұл екі төртбұрыш өздерінің натурал шамаларын, өлшемдерін сақтап проекцияланады. Үстінен қарағанда, көрінетін үшінші жақ көлбеу орналасқан. Ол сол жақ көріністе кесінді түрінде көрсетілген. Бұл жақтың үстінен қарағандағы кескінін салсақ, ол берілген дененің горизонталь проекциясын тік төртбұрышқа дейін толықтырады.